Сәлем, біз ангиология, яғни жүрек қан тамырлар жүйесі жайлы қан тамырлар барлығын кең көлемде қабылдайтын, яғни тарқатып айтатын боламыз. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыптарымыз жүректің құрылысы, қызметін барлығын талқылайтын боламыз. Сол себептен бізбен бірге болыңыздар. Тамырлар жүйесі морфологиялық және де функционалдық ерекшеліктеріне байланысты екі топқа бөлінеді. Біріншісі система сангуиниум, бұл деп отырған қан тамырлар жүйесі, екіншісі лимфа жүйесі, система лимфатикум деп аталынады. Жалпы қан тамырлары жүйесіне ең басты орган, яғни ешқашан жұмысын тоқтатпайтын біздің моторымыз деп аталатын ол жүрек. Бұны латын тілімен айтқанда жүрек кор деп аталынады. Жүректің әрбір бөлігінде жүрекшелерден тұрады. Оны атриум кордис және де жүректің қарыншасынан вентрикулум кордистан тұрады. Және де жүректің өзінің қарыншалары болады және де оң және сол бөліктерге бөлінеді. Жүректің жалпы артериялық және де веналық қанды қозғалыстарына қарай тамырлар арасында артериялар және де веналар болып екіге бөлінеді. Бұлар және де солармен бөлек ұсақ қан тамырлар капиллярларда болады. Капиллярдың латыншасы васа капилларис деп аталынады. Жалпы артерия мен веналардың қабырғалары үш бөліктен тұрады. Ішкі қабығы туника интима, ортаңғы қабық туника медиа, сыртқы қабық туника экстерна деп аталынады. Тамырлардың ішкі құрылысы, ішкі қабаты туника интима деп аталады. Бұл деп отқанымыз эндотелий жасушалары эндотелий асты жасушаларынан құралған. Эндотелий асты жасушалары бұл деп отқанымыз жасушалардың өсу қызметін атқарса, ал эндотелий жасушалары қан тамырларды бойлап жатады. Екінші бөлігі ортаңғы қабық, бұның латынша атауы туника медиа, яғни ортаңғы. Бұл деп отқанымыз эластикалық жасушалардан құралады және дөңгелек пішінде болып орналасады. Үшіншісі бұл деп отқан сыртқы қабығы экстерна, туника экстерна, эластикалық талшықты бұлшықеттерден тұрады. Бұл деп отқанымыз артериялар екі клапанға бөлінеді, біреуі оң жақ, біреуі сол жақ және де ортасын бөліп тұрады. Жалпы жүректердің жалпы қан айналым шеңберлері жайлы баяндайтын боламыз. Тамырлар жүйесі негізінен орталық ағзасы ретінде жүрек кіреді. Жаңа айтып жатқандай жүрек төрт қуысты болады. Оң және сол жүрекшелерден және оң сол қарыншалардан тұрады. Екеуінің ортасында екеуін ажыратып тұратын тесік арқылы бұлар осиум артиовентрикулярис арқылы байланысады. Жүректе екі тесік болады. Олар оң және оң қарынша аралығында және де оң жүрекше мен қарынша тесік аралығында. Осиум астиовентрикулярис декструм. Екіншісі сол жүрекше мен сол қарыншаның аралығында болатын. Сол жүрекше мен қарыншасының арасындағы тесік осиум астиовентрикулярис синистер болып бөлінеді. Және де организмнің веналық қан тамырлары оң жүрекшеге атриум кордис декстерден, одан соң олар тесік арқылы оң жақ қарыншаға вентрикулус кордис декстерге құйылады. Бұл бір сөзбен айтқанда кіші қан айналым жүйесі өкпеге барып тазартылған қан қайтадан сол жақтан келіп, бұл сол қарынша арқылы вентрикулус кордис синистерге барып, солай зат, яғни таза оттекке қаныққан қан тамырлар келеді. Және де бұлардың жүректің сол қарыншасына келген қандар өте үлкен қысыммен келетін аорта, яғни қолға қан тамырлар болады. Бұлар арқылы капиллярларға тармақталып дененің барлық ағзаларына барады. Бұл жердегі қысым өте жоғары және де бүкіл организмге жететіндей капиллярларға бай болып келеді. Және де денедегі барлық веналар екі ірі сабауға жоғары және төменгі қуыс веналарға бөлінеді. Бұлар және де оң жүрекшеден қанды екі қуыс вена әкелетін болса, жүректің меншікті веналық қаны да осы бөлікке келіп құйылады. Қан айналым шеңбері. Бұл қан айналым үлкен және кіші шеңберлерінің көріністерін байқасақ болады. Біріншісінде бұл адамның денесінің жоғары қыртысындағы қан тамырлары. Біріншісі солай аталынады. Екіншісі оң және сол жақтағы өкпенің қан тамырлары. Үшіншісі бұл ұйқылық жалпы артерия. Артерия коратиус коммунис деп аталынады. Және де төртіншісі өкпелік сабау. Төртінші бөлігі өкпелік сабау деп аталынады. Бұл яғни кіші қан айналым жүйесінікі. Және де өкпенің сол жақтық венасы, бесінші орналасқан сол жақтық өкпелік вена. 4 пен 2 қатар тұр. Сол саны аңғарсаңыздар болады. Алтыншысы бұл өте қатты қарқынмен келетін аорта, яғни қолқа тамырларымыз болса, жетіншісі бұл сол жақтық жүрекше, яғни жетінші көрінетін сол жақтық жүрекше. Клапандары жақсы көрініп тұр. Бұның латыншасы атриум синиструм деп аталынады. Одан соң сол жақтық қарынша төменгі бөлігінде
бұл вентрикулес синистер деп аталады. 9-шы жаңа айтып жатқан қатты қысыммен келетін біздің қолқамыз. 10-шы бұл артерия хепатикус проприя деп аталады, бауырлық меншікті артерия. 10-шы көріп отырғаныңыз бауырлық. 11-шісі бауырдың қылтамырлары. 12-шісі қақпалық вена порте деп аталады. 13-шісі бұл шыжырқайлық жоғарғы артерия деп аталады. Артерия месентрика супериор және жоғарғы бөлігінде орналасқандықтан супериор деген тіркесі қолданылады. 15-ші вена каса инфериор төменгі қуыстық вена. 16-шысы бұл бауырлық вена, яғни бір-біріне қарама-қарсы тұр. Венасы мен артерия бір-біріне қарама-қарсы бағытта тұр. Және де 17-шісі бұл оң жақтық қарынша. 18-шісі атриум декстер, яғни оң жақтық жүрекші болса, 19-шы вена кава супериор. Бұл да отырғанымыз үлкен және кіші қан айналым шеңберлері. Бұлар біздің егде кезден бастап осы қалпында сақталып келе жатыр. Және де осы арқылы организмде керекті оттекке бай қантамырлар организмнің кіші капиллярларына дейін осы тіркес арқылы осы жүйе бойынша жұмыс жасап тұрады. Қарап отқандарыңыздай біз жүректі, яғни біз кеудемізде тікіліп отырғанын көреміз. Ал енді бұл жүректі негізінен екінші біздің қарап отырғандарымызда екінші қабырғадан басталып, 5-ші яғни сол жақтан санаған кезде біз 5-ші қабырға аралығында орналасады және де сол бетке қарай жақын орналасады. Бұл негізі оң жақта да орналасатын адамдарда болады, бірақтан ол өте сирек жағдайларда кездеседі. Мына суреттерден біз жүректің адам денесіндегі орналасқан орындарын байқаймыз. Біріншісі бұл жүректің білігі, бұл аксис кордис деп аталады. Екіншісі бұл базис кордис, жүректің негізгі бөлігі. Үшінші бөлік қарап отқанда жүректің ұшы апекс кордис деп аталады. Ал енді бұл жүректің, яғни мынау көріп отқандарыңызда мынау бірінші бөлігінде бұл жүректің аорта бөлігі, яғни өте үлкен қысыммен бүкіл денемізде капиллярларын тарататын ең мықты жүйеміз бұл аорта. Осы сол аортамыз осы ортаңғы бөлігінде орналасады. Екіншісі бұл өкпелік сабол, одан кейін сол жақта құлақша бөлігі, одан соң сол жақта қарынша, төменгі бөлігі вентрикус синистер, яғни сол жақта қарынша, 5-ші бөлігі вентрикус декстер, оң жақта қарыншасы, одан соң 6-шысы бұл апекс кордис, және жаңа айтып жатқанымыздай жүректің ұш бөлігі осы ұшы төменгі бөлігінде орналасқан. Және де бұл оң жақтық жүрекше бар, одан соң аурикулярис декстера, оң жақтық құлақша. 9-шысы бұл қуыстық жоғарғы вена, яғни верхний полая вена деп аталады, немесе вена кава супериор деп аталады. Және де бұл иық бастық және де оң жақтық вена бөлігі орналасады. Бұл вена брахиокапиалис декстра деп аталады. Жалпы назарларыңызға рахмет. Бұл жүрек жайлы кішігірім анықтама беріліп өткен болатын. Сол себептен барлықтарыңызға